Құдай өз кешірсін, сенбеймін оларға. Енді ол тексерілген болса беруге болады, неге бермеске? Ешкімге сенбеймін. Үй салып жатырмыз ғой, беріп жатырмыз. Аңқау елге арамызда молда соңғы айларда елімізде қайырымдылық қорына деп ақша жинап жиналған қаржыны қалтасына басқан алаяқтар әшкере болды. Көптің ашуына тиген әйгілі Перизат Қайрат пен ұлының еміне деп ақша жинаған ата-ана қоғамда резонанс тудырды. Соңғы уақытта желде ескен үлкен фураның жанып кеткені есіңізде бар ма? Фура көлігін тізгіндеген қарт кісіге халық қайырымдылық танытып 20 миллион теңге көлемінде қаржы жинаған. Айта кетейік, биыл Қазақстан жомарт елдер қатарында 30-шы орынды иеленген. Ал сіз садақаны қайырымдылық қорларына сеніп тапсырасыз ба? Ешкімге сенбеймін. Ақшаны қазір даже благотворительностьқа перечислять. Кімнің Перизаттан кейін. Жоқ. Көшеде отырған кісілерге берем, өзім тікелей бергенім тұрса мешітке. Құдай өз кешірсін, сенбеймін оларға. Садақа мен обычно мешітте берем. Интернет желісінде көмек қолын сұраған жандарға сіз қаржылай көмек бересіз бе? Енді ол тексерілген болса беруге болады, неге бермеске? Бір Аллаға сеніп береміз де енді сұрағаннан кейін. Үй салып жатырмыз ғой, беріп жатырмыз. Магазинде тұр нелерін бәлі. Садақат деп, нелер салып жатырмыз.